Ассалаумағалейкум. Біздер екеуміз қазір жол жүріп бара жатырмыз. Толды, лық толды. Не oldu екен? Басым ауырды. Қойшы, орам деп айтпайсыз. Өте биік жерде ұшып бара жатыр қазір. Аз биіктің шарықтау шегінде тұрған сияқты. Қазір нелер алып келіп жатыр. Тамақтар алып келіп жатыр. Süperlisler. Şey şeydi. Tabii yürüyordu ya. Şarap yürüyordu. Arak yürüyordu. Arak böyle yürüyordu. Tadı olunca tatlı beri. Bu player arasında beri akıllı bir şeydi. Yazık. Bizim büyük restoranın bağalarını büyük. Bu şehirdeki bağalardan 4500 değil. Hot dog 4500, sandviç 4500, samsanın özünü gördünüzdür mü? 3500. Sandviç 3500. Bazı dağda ısı tamaklar var, 4500. Üstünde tamakların bağaları ramyon değil. Ramyon деген, bu dayın tamağı eкен, ezіп жеді. Ең арзан өзі екен. 500 теңге. Жоқ, ыстық судың өзі 500 теңге. Мен мынаны 500 теңге деп ойлап отырмын. Бәсе? Судың өзі 500 теңге. Мына тамақтар 2500 теңге. Арзанда тағы не бар? Қазір көрейік. Балалар тағамы дейді. Олар баға жасалмаған. Кәдесыйлар. Сосын бұл жерде ұшып бара жатып бірден басқа елге бара жатқанда eSIM картында жалғап алуға болады екен. Біздер қайда бара жатыр? Екен қазір айтып жіберсін. Екеуміз Гүлекеңден сөйлетіп қояйық. Біз Грузия еліне бара жатырмыз. Бізбен бірге тамашалаңыздар. Барынша көрсетеміз. ТСИ-ге 2 сағат ұшады екенбіз. Атыраудан ұшып бара жатырмыз қазір. Не сатып жатыр? Телефон күшті көрсетті. Менікі болды кетсін. Адамға иесіне байланысты ма? Иә. Телефон иесіне байланысты ма? Осында неше адам тұр екен? Мана 30 ряд. 180 дана. Мен хабарлайын деп жатыр. Адамдар бәрі ұйқыға кеткен. Ішінде дұрыс емес пе? 3-3-тен неше адам? 30 ғой, иә? Не жақ үшеуден? 6 адамды 30 өйтесін түсіксен. Нормально, бірақ түріне қарағанда үлкен болып тұр ғой түрі. 80 нормально ма? Алдында біз Қытайға қарағанда 600 екен. 600 адамдық, иә. Сізде ұйқы отыр ме деп тоң отырсыз ба? Жоқ, күтелі oldu. Самолеттік. Адамда қозғалып көтерілген кезде адам бүйтіп ауызға тығылып қорқынышты болады. Көбіне пойызбен жүрдім содан ғой. Негізі барынша пойызбен жүруге тырысамыз. Қазір қонар кезде де қызық болатын шығар. Мынау Каспий теңізінің үстінде ойлап тұрмын. Каспий теңізінің үстінде өтеді ғой. Ақтаудың үстінде өтеді. Білмеймдер, Каспий өтетін шығар. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет көп-көп. Ал келдік, түсіп жатырмыз. Жеу баратырмыз екен. Аэропорттар жабылған екен, қасында екен. Так, бісміллә деп келдік. Күн дейін керемет, кәдімгідей. Жып-жылы. Білмеймін, неше градус екен. 20-ның үстінде бар сияқты қазір ауа райы. Күзде футболкамен жүр екен жезіктер. Ауа райы жақсы болған жоқ. Таулы жер. Артымызда тау көрініп тұр. Алматы сияқты жер ау да. Қай жер екен айтпайсың ба? Жоқ, айтқан жоқпын ба де. Кутаиси. Кутаиси, Грузияның Кутаиси қаласы. Қазір арғата тағы да басқа қай жаққа баратынымыз белгісіз болып тұр. Или Тбилисиге, или Руставиге қарата баратын сияқтымыз. Аэропорттан бәрі жерден өттік, там ол жерде өттік тексерді. Паспортымызға мөрт соқты. Енді келіп ақша доллар ауыстырып алайық деп тұрмыз. Әзірше қалтамызға керек затты. Бұл қазір Кутаисиге аэропорты шағынды. Бірақ енді Алматыдан қалай еді? Қараңыздаршы. Шағын, адамда ондай көп емес. Дала ауа райын көріп тұрсыздар. Ауа райы жарқырап керемет. Енді мына жерден келіп, қазір сим-карта аламыз. Сим-карта 15 күнге неше? 6000. Бұлай 7000 екен. 7 күнге 7000 екен.
Гүлекең өзін түсіріп жатыр. Ан жақтан ауыстырып алдық. Так, ал кеттік. Бісміллә деп мына жағына, қала жағына қарата өттік. Аэропорттан шыққан есігіміз мынау. Так, қазір осы жерден енді қазір Тбилисиге баратын болыппыз. Қасымызда жол көрсетуші Бәкең бар. Қазір айтады Тбилиси деп тұрған. Соған отыратын шығармыз да, Бәке? Тбилиси дегенге отырамыз ба? Так, мына интернеті жақсы екен, 5G ұстайды. Жақта Гүлекең өзін түсіріп келе жатыр. Бізде енді басқа да каналдар бар, білесіздер достар. Әрбір каналға түсіріп көрсететін боламыз. Әртүрлі қылып көрсетеміз енді. Барынша. Мінекей мына грузин ағайындар. Жақсы екен. Таксилер мынандай ма? Мына таксилер ме екен? Болт дейді. Бұл жақта Яндексте жасайды, айтпақшы. Яндекспен де жүруге болады. Жерде қазір күтіп қайда барасыңдар деп бәрі. Тбилиси, Батуми, сосын Боржомиге болу керек шығар. Боржомиге көрінбейді, Батуми мен Тбилиси тұр екен бұл жерде. Мынандай автобусқа отырдық. Енді постоянно негізінде алдында отырып қалып үйренгенске біздер. Енді қазіргі тап болған орын 21-23-ке тап болды. Алдынан сұрап едім жаңа билет сатып тұрған кісіден. Алдынан алып қойды, мана ерте алып қойды деп жатыр. Сондықтан да енді бұйырған жеріне отырып келеді, бірақ алдындағы орынға қазір келем деп сұрадым өзімше. Қойшы, суды тегін бере ма не? Қойшы, мына Бәкең шустырый деймін. Бәкең деген жігіт жаңа машинаға барған кезде көрсетеміз. Машинаның алдынан көре аласыздар Бәкеңді. Куан автодан. Мен суды тегін беріп жатыр я. Бұлар молодец, дамыған ғой бұлар деген бар ғой. Жаңа нені, туристерді күнде күтіп. Номер қайда кетті? 21-22 ма? 21-22-23 бе? Ортасында деді ғой. Так, қазір тауып алсын. Соны айтам, Бәке. Қызық жағдай болып жатыр, достар. Чемоданды ұмытып кетіппіз. Қайда қалған білмеймін бар, шынымен де. Ё-май, тұрған жерінде болса жақсы. Видеодан байқаған жоқсыздар ма? Неде? Ол қалса да жаңағы сим-карта тұрған жерде қалу керек. Бұл жердің енді адамдар ондай алып қалмайды дейді, орламайды дейді. Орды қалып қойған затты алып қойған болу керек. Енді білмеймін, сіздер де біз үшін тілектес болып отырыңыздар. Табылсын деп чемодан. Алып қойған шығар, деп ойлаймыз да. Қаяғында қалды екен не? Чемодан. Бар ма? Мен жерде көрінбейді. Анауымыз бе? Біздікі ма осы? О, біздің чемодан тұр екен не? Нашыда. Спасибо большое. Мінекей, көп рахмет. Рахмет қалай айтады? Как спасибо? По-грузински спасибо как? Спасибо. Мадлова? Мадлова. Вы полицейский, да? О, рахмет, спасибо. Вот, мінекей. Шынымен де қалпай қасымда, чемоданның қасында қарап тұр ғой, ешкім алып біздің де Бәке. Егесі келмесе, уже алып кетейін деп тұр ғой, тексеруге. Кел, біз десе береміз деп тұрған шығар алып кетіп. Неге шығады ғой бәрі, полицияға хабарлаймыз ғой бәрі. Бұның үшін көп ештеңе де жоқ, 2-3 киіміміз шығар бар олар. Сосын көп қатты қиналып кеткен жоқпын ғой деп қояйын ба? Ой алла. Қорқудан мүмкін ғой, қалдырып кетті. Біреу әдейі қалдырып кетті деп. Ондай да болуы мүмкін, Бірақ аэропортта жаман сөздер айтуға болмайды. Сондай да ойлауы мүмкін. Қазақтар әлі келіп отыр деймін, да? Осы. Мына жерде мұндай заттар бар енді. Бұл аэропортта қанша деген қымбат болатын шығар. Сувенирлік заттар ғой. Әжелер мен аталарын отырсып қойыпты. Габарджоба. Дұрыс айттым, да? Анау асханасы ма? Жоқ, ол супермаркеттер екен. Табылғанын өйтеуін етіп қалдым, жүрегім орнына түскен сияқты. Тағы бір жаққа кетіп қалмай тұрғанда орнына бетсек. Бұл жеп-жеңіл 5 кило 400 жол шықты ғой, 5 килодан артық алғызбады ғой. Жаңа неге самолетке, сондықтан багажға қойып тастайық. Багажды мұнда қоямыз. Бұл жерден енді жоғалмайды шығар, кетіп бара жатқанда ұмытып кетпей қалды. Бісміллә деп жүре қойдым. Чемодан тұр екен орында, мана сим-карта осыған жетті. Қасында бір полицейский қарап тұр чемоданды. Алып кетпесін деп или басқа да бір жағдай. Егер ұзаққа келмей кетсең, алып кетеді де, сол жерден бір алатын боласың.
өте жақсы. Жүріп кетпей тұр бе, соны айтам. Бисмилла деп қозғалдық аэропорттан. Тбилисиге қарата 3,5 сағаттың жобасында жүріп кетті. Жолда тоқтайды дедіңіз ғой? Жолда әйтеуір бір тамақтанып алуға тоқтайды. Мына жердің өзін көл қылып қойыпты ғой, теңіз қылып. Енді көбі осы жергілікті халық өкілдері негізінде қазақ балдар бар енді бір азғантай. Көбі мана жүрген тек осы екі жерден де Тбилиси менен Батумиге жүрді. Олар жазулар осындай андай жазбайды. Кириллский әріптермен жазбайды бұл жақта бір несі. Қызық жері сол. Мынау аэропорттың бұның бір риза болып тұрған жер, мына терезелер үлкен-үлкен да, сосын жапқышпен қымтап қоймайды да, бір жақсы. Сондай, алдыңғы терезесі де үлкен кәдімгі экранный терезе ғой. Бәрі көрініп тұрады. Ал, қазір жол бойы көрсетіп отырсаңыз. Қазір бір жерге, үлкен жерге тоқтауға келіп жатыр. Автобустың іші. Тамақтанатын жер ғой демейінше. Запарып кірсейді, тамақтанатын сияқты. Жолшыбай қазір көреміз бәрін. Барғанша не болды, не қойды бәрін көрсетіп боламыз сіздерге. Бізді қолдап, лайк басып, пікірлерін жазып отырыңыздар. Әке, сіз местныйсыз ғой, анау не деген жазу, нағыл деп тұр. Асхана деп тұр ма? Иә. Сондай ма? Март деген. А? Маркеті. Жол маркет қой ғой. Солай ма? Иттер көк шөптің үстінде дем алып жатыр. Мына жатыстар жаман емес. Бәрі жолаушылардың тоқтайтын жер ғой, үлкен жақтыр жатыр. Мынандай машина мінекей идея. Штол есікті алдына қойып қойған әдемілеп. Бензиндері қанша екен, соны көру керек. Алда уақытта көреміз қаладан. Жол шойып отырып, пирожки, картошка менен, кефир менен кішкене жүрек жалғап жатырмыз. Бүлекеңде жетіп жатырсың ғой да, сен сол қалды ол. Кефир ішпет, бәкең. Кефир екеуміз бірдей болып кефир алдық. Мына жол жөнекей дүкеннің іші кішкене бағасы қымбат сияқты. Мына мысалы мына кефир 853 теңгеден бе? Пирожки 600 теңге да. Нормально болады. Жалғап айтпаймыз. Қазір арғата сапарымыз жалғастырамыз. Картошкамен жейміз. Картошкамен. Бұл жақта айттым жаңа етпенен кішкене опаснылау. Бұл жақта білесіздер ғой. Діні басқа. Сондықтан да еттен қақтап жүру керек болып тұр. Жүрек жалғап алып шықтық. Ауа енді. Ауа да басқаша ма? Үлкен. Керімде таза ауалық бол ма? Таудың етегі. Күштер ғой. Алматы сияқты ғой. Алматының тауы сияқты биік емес, етегі болады ғой жаңа. Қаскелең сияқты деген сияқты. Мына жігіттер, футболисттер, жігіттер Динамо, Батуми да. О, мінекей, қол көтеріп жатыр. Уалейкум ассалам. Откуда ребята? С Батуми. С Батуми? Да. Грузины, да? Местные? Украинцы? Батуми. Местные? Нет, футбольная команда Батуми. Да. Местные. Да. Сборная Батуми. Просто Батуми. Просто Батуми. Мы из Казахстана. Только что вот приехали. Блог снимаешь? А? Блог, да, я YouTube, для YouTube блог снимаю. Авто, про жизнь такой. Автообзор. 2-3 канала есть. Да. Здесь авто, когда Руставили. Руставили там дешевле. Авто. Авто вроде в Поте покупают. Где? Ну приходит в Поте. С Поте. Америки гонят машины. Да, с Америки, да, сюда Руставили туда. Вот туда едем. У нас тоже есть автомобилисты. Если надо какие-то там хорошие скидки, привезем американцам. Вы футболисты похожи. Не топ. Я автомобилист. А сейчас можно, Игра когда будет? Завтра? Да. Тбилиси играть или как? Да. Удачи. Спасибо вам тоже. Ребята. Бісміллә деп арғата сапарымызды жалғастырып отырмық. Мына жерде көмір ме? Шебін шығар. Осылай баяулатып, жайлатып келе жатқан жерде зиярат қылатын бар екен.
Gülükün aytırımdan da şunu alıp çıkıp sol. Кезек ереткілеп отырсың. Көке тұршы шекте көр. Табиғатты қара. Қарашып мөлдіреп тұр да. Адамға байланысты деймін, адамға. Адамды жын кетірмеш. Мына жерде туннельден өтетіп келатыр. Ішіне әппеден ол жерде олып кетті. Кіріп келатыр. Светтермен жағып кетті. Оларда дейтін қалай айтсам болады, трассалар автобанда тек қана бір бағытта ғана жүреді. Қарама қарсы машина жүрмейді. Ол басқа жолмен келе жатыр. Қарама қарсы кеткен машина. Ал мына шығатын жер шықтым. Шығып алып келесің. Керемет. Қайтадан кірдік келесі туннельге. Екі таудың ортасында келе жатыр қазір. Тау, орман. Мына жағы дейтін, бұлақтың суы ағып жатыр. Таулар бері қаратай құламау үшін. Андай немен цементтеп тастаған көрдің бе? Бері жолға құлап түспеу үшін. Екі жақ таудың ортасы биікте келе жатыр. Жаяу жүріп келе жатыр негізі. Әреңдеп 4 сағаттың үстінде жүріп Кутаисиден Тбилисиге жеттік. Қазір мына Тбилисидің көшесі тамақ ішетін жерге қарата келе жатыр қазір. Сол жерден турецкий кафе бар деді, соған келіп тоқтаймыз дедік қой. Қасымыздағы адамдар таныстар. Бәкен қайда кеттік екен қарсы? Адасып қалма тауы. Осы жерге кіріп кетті өдеймін бір жерге. Мынау жақсы жер екен, турецкий кафе екен. Ішінде адам деген толы отыр. Адам көп деген топтың қыздар мен жігіттер өдеймін де осы жерде қандай. Тамақ жеп болып тойын болды екен. Болды енді бұйыртса. Жататын жерді тауып аламыз ғой, бәке. Жататын жерді тауып алып демалып, сосын бұйыртса ертең ана каналдан машинарды көрсетеміз. Машина қызығушылықтарыңыз болса, Куан Автоға өтіп қарасаңыздар болады. Ал мына жерден осындай видеолар жалғастыра береміз. Біздің жүргеніңіздер лайк басып, тіркеліп қойыңыздар, жіберіп olmak үшін. Рахмет. Үлкендер гостиница қарап отыр. Booking.com-нан қарап отырсың ба? Иә. Табылмай отыр ма? Жақта Бекен қарап отыр. Екі жақтан. Екі жақ таптыңдар ма? Молодец. Екеуі де іздеп салыстырып барып қойып, екеуінікі енді бір гостиница екен. Бір жерден тапқан екен. Енді қозғаламыз да? Не жет ол? Бронировать етіп жатыр. Бронировать етіп жатсың ба? Жоқтан Бекенде бронировать етті. Ішеге 52 да? 52 лари. Екеумізге 55. 55 11 мың теңге үшін. Бекендікі 10 мың теңге. Болып кетті. Ішінде завтрак жоқ деп. 1 километр болса жай орғат, жайлап серуендеп. Кеттік пе санызда? Шөт сұрайық. Біздер енді ужинымыз, тамағымызды ішіп алып шығып, жайлап, мынау Тбилисидің, Грузияның көшесіменен аяңдап, алшаң басып келе жатқанбыз. Бәкең үшеуміз Гүлекең. Қазір енді бір гостиница тапқандай болдық. Бәкең мен Гүлекең тапты енді бірдемен. Жақсы жер дейді, білмеймін, 4 жұлдыз дей ма, неше дедіңдер сонымен. Сөйтіп айтып келатыр енді, барғасын көрейік. Бірақ бір несі әттеген әйі, ішінде таңғы ас жоқ екен да. Сол таңғы асты енді таңертең бір нәрсе қылып шешерміз деп ойластырып келе жатқан жайымыз бар. Мынау көше деген енді бар, күндізгі көше сияқты. Мынау орталықтар ғой деймін да? Орталығы ана несі қайда? Акиматы, соны акиматтың алдында қалап тастады ғой. Несі ақ үйдің алдында. Так, замандамаймыз, жақсы ел. Негізі бұрында да қайда біленбей жылын келіп кеттім, 17-18-де ме. Сол кезде ой, ауасы бөлек болып еді, ауасы деп жұтқанда кәдімгі қаладок болып тұратын еді. Қазір де жақсы ғой да, ауасы да, ауа жақсы болып кетті ме?
керемет ауа. Басылап жүрсең бар ғой. Келу қиын емес, оңай, әрі қатты қымбат та емес негізі келіп кету алдын ала кішкене билетті ойластырып таңдап алып қойсаңыздар. Қазір көше жақ бетін көрсетейін. Көшесінің бәрі асфальт қой. Мынау асфальттың түрі ма? Мынау пешеход өтетін жолы ма? Мындай кірпіш. Асфальты ма осы? Мына қара. Айдам әлі шығып жүр сағат деген 11:30 болды. 11:30-да кісілер әлі шығып жүр. Таксилер болды деген екен. Яндексте бар, бірақ Volt көп кездесіп жатыр да қазір. Енді бұлай қарағанда ескі қала ма да? Ескі қала үйлер. Бірақ енді ауасы керемет. Мінекей бұл енді бір елдің астанасы ғой, біздің Қазақстанымызда Астана деген қаласы бар, сол сияқты Тбилиси, Грузияның астанасы. Бұл жерде де осындай көшелер бар. Енді әрбір елде болады ғой, енді ондайлар. Қорқынышты ма? Мына жер қараңғылау, кішкене қорқыныштылау да. Мына үйлер ескі. Сол жаңа айтып жатқанымыз көліктерде андай керемет бір новый емес. Бірақ көліктер кішкене андай Camry емес, Toyota емес, басқашалау екен. Әр түрлі екен, әр тарапты ма қалай. Мысалы Audi тұр, мынау басқа көлік, анау басқа көлік. Әр түрлі екен. Осындай көшелер ертең күндізде көрсетеміз, ертең күндіз басқа жаққа барамыз енді. Біздің арнамызға тіркеліп қойыңыздар, ажырамаңыздар. Қызықты сәттердің бәрін көрсетуге тырысатын боламыз. Мынау гостиницаға келгенбіз, мадан бері неше 1,5 километр жүріп жаяу келіп. Ішіне кірсек, ішінде бір әйел отыр да. Спокойно, жай. Менде орын жоқ деп отыр. Бір ғана орын бар, үшеуің бірге кіресіңдер ма дейді. Біз не тұқы дейміз да жаңағы. Бұрын қой тұқы дейміз да 2 комнатқа, 2 нөмерге. Жоқ, менде не істеймін деп отыр, қиналмайды сөйтсем. Басып кеттік сосын. Мынау Грузия деген жақсы мемлекет, жаңағы туристер көп келетін жер деп та. Бірақ сіздер нетіп отырсыздар деп. Позор қылып отырсыздар деп та. Қиналмайды, жоқ, мен өйтіп отқан жоқпын, бүйтіп отқан жоқпын деп. Значит, ол бізге броньды алып алды да, басқа біреу келген кезде беріп қойып тұр деген. Деп түсіндіре алмай жатыр ғой, соны түсінді бірақ. Енді түн сағат 12-де өніміз кетті. Басқа гостиництарды іздеп бара жатырық. Көреміз, арқатта не бар. Екіншісіне келдік, екінші гостиницінде жазылып тұрғасын. О жерде де орын жоқ дейді. Низу и лево. Низу и лево былай қонды. Төмен қарата. Бұл жақта деген мықты екен гостиница. Енді туристік қалаға дұрыс қой. Қазақтың көкесі болып жатыр мына жерде. Қуыс-қуысты аралап километр жерін тағы жүріп мында жерді таптық. Гостиница деп келді, адрес өшіріп алып келді жаңағы туристтен. Енді мына кісі соның ішінде тұрып жатқан кісі екен, бірақ бізге көмектесіп жатыр. Тауып беруге тырысып. Иесіне соғып, білмеймін, мынау гостиница мынау ма әлде басқа ма біліп тұрған жоқпыз бізде. Бірақ бұл кісі орысша сөйлемейді, не қазақша сөйлемейді, әйтеуір бар ағылшыншаны бәкең түсіндіріп жатыр. Содан сағат неше болды? 1-ден кетті ма? Әлі 1 болған жоқ бірақ. Нормально. Енді бұл кісіге де рахмет, оны тауып берем деп ниеттеніп отырмын. Көрейік. Бізбен бірге болыңыздар, қызықтың көкесі әлі алда. Сағат деген 1-ден кетті, 1-ден 12 минут кетті. 1-ден кетті. Осындай орын таптық. Қанша деп тұр мына жерде? 70 болғанда да 14 мың теңге. 14 мың теңге осындай жерде таптық. Енді бұйыртқан осы болады. Нормально, да, нормально. Даже хорошо, даже отлично. Соны енді осы бұйыртқаны болды, өшіріп жерге қуанамыз, түсінеміз. Оған да шүкір, табылғанына да. Солай ма? Бәке солай ма? Оған да шүкір ғой да? Далада қойып қаламыз өтіп ойлап едім мен.